Соңғы кезде Бақтагүл емші, ақтөбелік Бақтагүл деген сынықшы, емші емес, сынықшы деп айтайыншы, кез келген блогерге де анаған да мынаған да тиісе береді. Не керегі бар екен деймін ғой. Білмеймін, басқасын жамандаса да жамандасын, бірақ ырысбалаға жамандауға ешқандай қақысы жоқ. Ырысбаланың тірлігін барлығымыз да көріп жүрміз, мойындаймыз, 100% адалат қарады. Шықты айт халыққа, не істеп, не қойдың, отчетыңды бер. Саған ойыншық емес қой, әкеңнің ақшасымен сен дұрыс халықтың сен отчет алу. Сен халықтан бір еңбек етіп тапқан жоқсың ғой. Халықтан жинадың ғой сол ақшаны, халық сенен әрине сұрайды. Болдай далайын, көкірегің, мінезің, ана сәсәсә деп қалған тілің өзіңе жинап ал барлығын. Шықпайым ал, не істейсің ал? Мені кеп үйімнен шығара аласың ма не? Қолыңнан келе ма не сол? Керемет шығарсың тегі. Бала сен күшті болсаң, артың таза болса, не жұрттың бәрі шулатып аузыңа келгенді аталап атса, шықты айт, сол тілің тас шығар, әшейінде болса. Құлаш тілің бар ғой. Шықты айт халыққа, не істеп, не қойдың, отчетыңды бер. Саған ойыншық емес қой, әкеңнің ақшасымен сен дұрыс халықтың сен отчет алу. Сен халықтан бір еңбек етіп тапқан жоқсың ғой. Халықтан жинадың ғой сол ақшаны, халық сенен әрине сұрайды. Мысалы, мен өзім 10 мың теңгені халықтың қолын аяғын салып еңбектеніп аламын, бірақ менің өзімді отчет беремін. Қалай жұмсадым, айтып отырмын, күні-түні ескертіп халыққа. Әншілер де солай істеу керек. Каждый адам үкімет қазір отчет сұрайды, беріңдер отчеттар, не қашасың? Тіптен көрінген адам ұрынып. Дұрыс айтады, мен ырысбаланы былайынша жек көрмейтін, мен оны жек көрген себебім, өткен саясат туралы бүкіл билікке халық үшін жанын беріп, бір қыз бала шырылдап айтады постоянно. Сол қыздың дымын қоймай кетсең, сол үшін жек көрмеймін осы қатынды бар ғой. Шықты айт давай, отчетың күшті болса сен. Бір үндемедім, екі үндемедім, үш үндемедім. Сиыр сипағанды, санасы сыйлағанды білмейді деп, балақтағы бет басқа шықты деп басқа шығып шайын дедің ғой сен, мен асырап алған қызыңа ұқсатып. Әй, бұл да бір халыққа көмегі тиіп жүрген біреу шығар деген мақсатта үндемедім. Екіншінде қой шешеммен жастық қатын екен, нем бар дедім. Болдай далайын, көкірегің, мінезің, ана сәсәсә деп қалған тілің өзіңе жинап ал барлығын. Шықпайым ал, не істейсің ал? Мені кеп үйімнен шығара аласың ма не? Қолыңнан келе ма не сол? Керемет шығарсың тегі. Көпке қаршы сыққан көмусіз қалады дейді. Әй, көп қолдап жатқан қазақтың қатынының біреу екен, қойшы дедім. Сол 100 отбасы баспаналы болғанда, біреуінің баспаналы болуына бір тиын қосқан болсаң, келдім манен соны талап ет. Айдылада отырып алып, шәңкілдеген иттердің соңынан қосылып үре бермей. Қызылорда облысының, Қызылорда қаласының билігі, әкімдігі неге сіздердің елдеріңізге, жерлеріңізге қаңғып келген шүрекей кіріп, біздің президентіміздің билікпен халық, мемлекетпен халық біртұтас деген ұғымға қарама-қайшы әрекет етіп жатыр? Әлде сіздер білмей қалдыңыздар ма? Келесі жолы біле жүріңіздер, және де осындай қарапайым халықты билікке қарсы қоятын, билік пен халықтың арасында іріткі салатын адамдардың үгіт насихатына, заңсыз үгіт насихатына жол бермеңіздер. Оның бірден бір дәлелі міне. Осы Бақтагүл деген емші. Емді сылтауратып барудағы мақсаты қандай? Халыққа әкімдікті жамандап. Мен Қызылорда қаласының, облысының әкімдігінен алталас бересім жоқ. Менің оқырмандарым қарапайым ғана халық. Мысалы, Нәлібаевты менің 90% қызылордалық оқырмандарым мақтайды.